Ішпей қалған мекен о бардан, қазағымның тарихында тұғырманған, 17 ақын сөздермен жанбайтып, үміт үлкен көкірек ойы о бардан. Ішпей қасиет қонған киелі өмір, әулие шешен билер сүрген өмір, сол бабалар ұрпағы мекендейтін, бұл жерден шығады әлі дүлдүл өмір. Ішпейік ауылында біздің сынып жетекшіміз Назым Амангелдіқызы 1975 жылы 28 сәуірде дүниеге келді. Назым Амангелдіқызы Ақтайлақ би атындағы орта мектебінің орыс тілі пәні мұғалімі, өз ісінің білікті маманы, өз тәжірибесімен үнемі әріптестер арасында бөлісіп, өзінің жан-жақты педагог екенін көрсетуде, өзінің оқушыларын түрлі зерттеу жұмыстарына қатыстырып, облыстық, республикалық деңгейде өз марапаттарын алды. Назым Амангелдіқызы жаңалыққа толы ұстаз, әр сабағы тартымды, әрі қызықты болып өтеді. Біздің сынып жетекшіміз Назым Амангелдіқызы өте мейірімді, жанашыл ұстаз. Ол кісі әрдайым біздің бастамаларымызға қолдау көрсетеді. Ол кісі бізге ғана емес, бүкіл мектеп балаларына мейіріммен қарайды. Назым Амангелдіқызы үздік педагог сайысына қатысады. Ол кісіге сәттілік тілейміз. Мен есімім Әнсия, Ақтайлақ би атындағы орта мектебінің 11 сынып оқушысы. 2022 жылы республикалық "Менің отаныма менің бастамам" атты ғылыми жобаға қатыстым. Маған жетекшілік еткен мейрамова Назым Амангелдіқызының талапшылдығы, еңбекқорлығының арқасында республикалық кезеңнен 3-ші жүлдеге ие болдым. Я Волкотай Нуртлим, ученик 5 А класса. Я участвовал в научной работе «Зердей» и занял 3-е место по области. Моя учительница Назым Амангелдиевна научила меня многому, всегда меня поддерживала. Ұстаз биік тұлға дегендей, Назым Амангелдіқызы үшін 2021-2022 оқу жылы жеңіске шығармашылыққа толы жыл болды. 2022 жылы аудандық орыс тілі пәндер мұғалім семинарында шеберлік сабақ көрсетіп, ауданымыздың білім бөлімінен сертификат алды. 2022 жылы мамыр айында дарынды оқушыларды ғылыми жобаларға дайындаған үшін Жарма ауданы әкімі Сақтаған Мырзадан алғыс хат алды. 2022 жылы халықаралық русский язык Казахстане сайысына қатысты. Бұл сайыста 166 мұғалім есте жазып бақтарын сынады. Бірінші кезең бойынша 32 мұғалім іріктеліп, Астана қаласына тегін 3 күндік шеберлік сабақтарға қатысып қайтты. Бірінші кезең бойынша 32 мұғалім іріктеліп, Астана қаласына тегін 3 күндік шеберлік сабақтарға қатысып қайтты. Екінші кезеңде шеберлік сабақтарын көрсетіп, нәтижесінде 10 мұғалім жеңіске жетті. Бас жүлдеге ие болған 10 мұғалім Ресей мемлекетінің Москва қаласына 6 күндік саяхатқа барып қайтты. 10 тамыз ұлы ақын Абай Құнанбайұлының туған күні. Москва қаласының дәл ортасынан Абай атамыздың ескерткіші орналасқан. Абай Құнанбайұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қою құрметіне ұлы ақынның тегі Тобықты руынан туған Назым Амангелдіқызына берілді. Абайдың әні желсіз түнде жарық айды айтып, Назым Амангелдіқызы жиналған қауымды зор ықыласына бөленді.